Сәлеметсіздер ме? Ондық бөлшекті натурал санға қалай бөлеміз? Осыны қарастырайық. 5,5 бөлу 7. Бұны бөлу үшін бірінші бағанымен жазып алайық. 5 үтір қоямыз. 0,05 бөлуді жазып қояйық. Бөлу 7. Ал енді бөлген кезде біз ең бірінші бүтін бөлшекке қараймыз. Яғни ол үтірге дейін тұрған сан. 5-тің ішінде 7 неше рет бар? 5 7-ден кіші болғандықтан 7 ішінде кездеспейді, сондықтан 0 деп жазып қояйық. 0. 0-ді 7-ге көбейтсек 0 болады, азайтамыз. Енді 5-тен 0-ді азайтсақ 5 екені белгілі. Енді 5 7-ге жетпейді, келесі санды түсіруіміз керек. Ол 0. Үтірден кейін тұрғандықтан, мына жерге де үтір қойып қояйық, осы жерден басталады деп. Енді 50-ді түсіріп, 50-ді 7-ге бөлеміз. 50-дің ішінде 7 рет қайталанады. Сондықтан 7-ге 7-ні көбейтемін. 49. Екеуін азайтамын. Сонда 50-ден 10-нан 9 азайтсам 1, мына жерде 4-тен 4 0 болады. 1 жетпейді. Арғарай мына тұрған 0-ды қасына түсіреміз. Бөлген кезде бір санды ғана түсіріп отыруға болады. 2 сан бірге түсіріп кетуге болмайды. 10-ды 7-ге бөлсем 1, 1-ді 7-ге көбейтсем 7. Жазамын да екеуін азайтамын. 10-нан 7-ні азайтсам 3 болады. 3 деп жазып қояйық. Енді 3 7-ге жетпейді. Сондықтан келесі санды түсірем. Ол 5. 5-ті мына тура жанына түсірген кезде ол 3 емес 35 болып шығады. 35-ті 7-ге бөлсем 5 болады. Енді 5-ті 7-ге көбейтемін. 35. Екеуін азайтсақ 0 болады. Сонда жауабы 0,1715 болады екен. Осы жерге тең деп жазып қояйық та 0,1715 дейміз. Осылай бітті. Келесінде қарап көрейік. 14,172-ні 4-ке бөлеміз. Яғни 10-дық бөлшек бөлу натурал сан. Осындай есептеліп қалса, осылай қарастыр. 14 үтір 72 бағанымен бөліп қояйық. Бөлу, енді 4-ті жазайық. 4. Ең бірінші бүтін саннан бастаймыз. 14 екен олге үтірден бұрын тұрған сан. 14-ті 4-ке бөлсек, 14-тің ішінде 4, 3 рет бар, е? 3-тен беремін. 3-темде 3-ті 4-ке көбейтсем 12 болады. 12 дейм, екеуін азайтамын. 14-тен 12-ні азайтсам 2 болады. Енді 2 4-ке жетпейді. Сондықтан мына 4-ті түсіргім келеді. Бірақ ол үтірден кейін тұр. Сондықтан мына жерге үтірден кейінгі санды қойдым деп 7-ні түсіре беруге болады. Сонда 27 бөлінген 4. 27-ның ішінде 4 неше рет бар? 6 рет бар. 6-ны 4-ке көбейтсем 24. Егер 7-ні берсем 28 болып асып кетушеді. 7-тен 4-ті азайтсақ 3, 2-ден 2, 0. 3 әлі жетпейді 4-ке, сондықтан мына тұрған 2-ні жанына түсіру керек. Түсіреміз. Сонда 3 емес 32 болып кетеді. 32-ні 4-ке бөлсек 8-ден берейік. 8-ді 4-ке көбейтсек 32 болады. Содан екеуін азайтамыз да, екеуін азайтсақ 0 болады. Осымен бөлу бітті. Жауабы 3,168 болады екен. Оңай, е?